Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте керемет гемоглобинді көтеретін, иммунитетті көтеретін, денсаулыққа өте пайдалы салат дайындап көрсететін боламын. Дәл осы салатты кез келген жиындарда немесе күнделікті өзіңізге жасап жесеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, ол үшін алдымен осындай айсберг капустаны аламыз. Және осылай турайтын боламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Жақсылап турап алып, үлкен тарелкаға осылай саламыз. Әрі қарай қызылшаны алып, осылай тураймыз. Қызылшаны алдын ала бір күн бұрын қайнатып, дайындап алдым. Осылай тураймыз. Енді өзіңіздің қалауыңызша көресіз, квадрат қып турасаңыздар да болады. Одан кейін апельсинді осылай қабығынан жақсылап ашылап, оны да үлкен қылып тураймыз. Барлық қоспаларымызды осы үлкен тарелкаға саламыз. Енді әрі қарай осылай грек жаңғағын аламыз. Және үлкен ірі болып жатса, пышақпен кесіп алуға болады. Және осы тарелкамызға үстіне салатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Әрі қарай соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге оливковое масло керек және мед керек. Бір ас қасық мед қосып жібереміз. Толық рецепті описаниеде жазып қалдыратын боламын. Және кез келген өзіңізге ұнайтын приправа қосып жіберсеңіз болады. Мен кішкене ғана қара бұрыш қостым. Достар, менің YouTube каналымда түрлі дәмді және оңай дайындалатын рецепттер өте көп. Және сонымен қатар емдік рецепттер бар. Және түрлі лайфхактармен бөлісемін. Кез келген үйіңіздегі сливочный сырды осылай тарелканың бетіне әдемілеп салып қойсаңыздар болады. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте түрі де әдемі, дәмі де керемет және ең бастысы денсаулығымызға өте пайдалы. Дайындап көріңіздер. Достар, мен жасаған рецепттер ұнаса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызға жіберсеңіздер болады. Ас болсын!